5 minutes later. 2 hours later. Саламатсыздар ма құрметті оқушылар. Бүгін біз Виа теоремасы туралы айтып кететін боламыз. Бірінші тақырыпты жазып алайық. Виа теоремасы. Алдыңғы сабақтарда біз келтірілген квадрат теңдеу жайлы айтып кететін боламыз. X квадрат қосылған px қосылған q түрінде келеді. Бұл жерде Виа теоремасының формуласы бойынша x1 қосылған x2-міз тең болады минус p-ға, ал x1 көбейтілген x2-міз тең болады q-ға. Егер келтірілмеген түрі жайлы айтып кететін болсақ, ax квадрат қосылған bx қосылған c тең 0. Бұл жерде келтірілген түріне келтіріп аламыз. Бірінші, ол үшін квадрат теңдеуді a-ға бөлеміз. Ол жерде x квадрат қосылған b бөлінген a x қосылған c бөлінген a тең болады 0-ге. Бұл кездегі формула x1 қосылған x2 тең болады минус b бөлінген a, x1 көбейтілген x2 тең болады c бөлінген a. Енді осы екі формулаға байланысты есептер қарастырып кетейік. x квадрат плюс 7x минус 10. Мына жерде x квадрат минус 7x плюс 10 болады. x1 қосылған x2-міз тең болады 7-ге, x1 көбейтілген x2-міз тең болады 10-ға. Сол кезде x1-міз тең болады 2-ге, x2-міз тең болады 5-ге. Енді тексерсек, 2 мен 5 қосқан кезде 7 болады, 2 мен 5 көбейткен кезде 10-ға тең. Сонда жауабымыз x1 тең 2, x2 тең 5-ге. Енді екінші мысалды қарастырып кетейік, ол келтірілмеген квадрат теңдеуге байланысты. 2x квадрат қосылған 4x минус 6-мыз тең болады 0-ге. Бұны келтірілген квадрат теңдеуіне алып келсек, квадрат теңдеуді бүкіл жағын 2-ге бөлеміз. Сол кезде x квадрат қосылған 2x минус тең болады 0-ге. x1 қосылған x2-міз минус 2-ге тең. x1 көбейтілген x2-міз ол тең болады минус 3. x1-міз сонда 1-ге тең болады, x2-міз тең болады минус 3-ге. Қайтадан тексеріп кетейік. x1-ның орнына 1 қойған кезде 1, азайтамыз 3-ге, ол сол кезде тең болады минус 2. 1 мен минус 3-ті көбейткен кезде жауабымыз минус 3-ге тең. Жауабымыз x1 тең 1, x2-міз тең минус 3-ге. Енді Виа теореманың үшінші теоремасы жайлы айтып кетейік. Ол теорема бойынша квадрат теңдеудің коэффициенттерінің қосындысы a плюс b плюс c 0-ге тең болса, онда x1-міз тең болады 1-ге, x2-міз тең болады c бөлінген a-ға. Егер a минус b қосылған c 0-ге тең болса, онда x1-міз тең болады минус 1-ге, ал x2-міз тең болады минус c бөлінген a-ға. Енді осы теоремаға байланысты екі мысал қарастырып кетейік. Бірінші мысал 2x квадрат азайтылған 5x қосылған 3 тең болады 0-ге. Бұл жерде коэффициенттерінің қосындысы 2 азайтылған 5 қосылған 3 0-ге тең болады. Сонда түбірлері x1-міз 1-ге тең, ал x2-міз 3 бөлінген 2-ге тең. Енді екінші формулаға мысал қарастырып кетейік. Ол 4x квадрат қосылған 5x қосылған 1 тең болады 0-ге. Бұл жерде коэффициенттерін a-ны b-ға азайтқан кезде 4 минус 5 сосын c-ға қосқан кезде 0-ге тең болады. Сол жерде x1-міз минус 1-ге тең, ал x2-міз минус 1
бөлінген 4-ке тең болады. Енді осы бүкіл айтып кеткен виат теоремасы бойынша 3 мысал шығарайық. Біріншісі А деңгей, екіншісі Б деңгей және С деңгей. Мысалға А деңгейінің есебі x квадрат минус 5x қосылған 6 тең болады 0-ге. Бұл жерде виат теоремасы бойынша x1 қосылған x2-міз 5-ке тең болады, x1 көбейтілген x2-міз 6-ға тең болады. Сол кезде x1-міз 2-ке тең болса, x2-міз 3-ке тең болады. Тексерсек 2 қосылған 3 тең 5-ке, 2 көбейтілген 3 тең болады 6-ға. Бұл А деңгейінің есебі. Енді Б деңгейінің есебі. Мысалға x квадрат минус 7x плюс c тең 0-ге. Бұл есепте x1-міз 2-ке тең деп тұр. То есть бір бірі 2-ке тең болады, және 2 айнымалы бар. Сол жерде біз квадрат теңдеу тауып керекпіз, және екінші түбірді тауып керекпіз. Егер бірінші түбірді x-ның орнына қойсақ, 2-ның квадраты минус 7 көбейтілген 2 қосылған c тең 0-ге. Бұл жерден біз c-ны тауып керекпіз. 4 минус 14 қосу c тең 0-ге. Сол кезде c-мыз 10-ға тең болады. Бұл жерден біз c тең 10 екенімізді тауып алдық. Енді квадрат теңдеуіміз x квадрат минус 7x қосылған 10 тең 0. Бұл жерде x1 қосылған x2-міз тең болады 7-ге, x1 көбейтілген x2-міз тең болады 10-ға. Бірінші түбіріміз 2-ке тең екен белгілі. Сондықтан x1-міз тең болады 2-ке, ал x2-міз тең болады 5-ке. Қайтадан тексере кетсек, 2 қосылған 5 тең 7-ге, 2 көбейтілген 5 тең 10-ға. Енді c деңгейінің есебін шығарайық. Мысалға x1 қосылған x2-міз 4-ке тең, x1 квадрат қосылған x2 квадратымыз 10-ға тең. Бұл жерден біз x1 көбейтілген x2-ні тауып керекпіз. Түбірлерін көбейтісін тауып керекпіз. Оларды табу үшін біз қысқаша көбейту формуласын еске түсіреміз. x1 квадрат қосылған x2 квадратты біз x1 қосылған x2 квадраты азайтылған 2x1 көбейтілген x2 түрінде жазып кетсек болады. Бұл жерде x1 қосылған x2-ның орнына 4 қоямыз, ал x1 квадрат қосылған x2 квадраттың орнына 10-ды қоямыз. Сонда теңдеуіміз 10 тең болады 4-тің квадраты азайтылған 2x1 көбейтілген x2-ге тең болады. Осы теңдеу арқылы біз x1 көбейтілген x2-ні таба аламыз. Сонда 10 тең болады 16 азайтылған 2x1 көбейтілген x2. Бұл жерден 10-ды 16-тан азайтқан кезде минус 6-мыз тең болады минус 2 көбейтілген x1 көбейтілген x2. Бұл жерден x1 көбейтілген x2-міз тең болады 3-ке. Бұл есептің жауабы. Осымен сабағымыз аяқталды. Видеоның соңында біз электронды кітаппен ойынға QR-код қалдырып кететін боламыз. Сол арқылы өтіп, сіздер сабақты бекітсеңіздер болады.